Ассалаумағалейкум. Бүгін тағы да Мақаттан 10 километр жердегі Адайдың белгілі батыр Сүйін Қараның құлпытасына тағы да жерленген жеріне тағы келіп жатыр. Бұған дейін де жариялаған болатынбыз, құлпытас табылды деп. Енді бұл Сүйін Қара батырдың Маңғыстауда бір кесенесін салған. Алайда бірақ кейін Атырау жерінен құлпытас шығып жатыр. Бұған дейін жариялаған болатынбыз. Енді о жақтағы белгіде туған, қайтыс болған жылы жастары жазылмаған еді, кім қойған деген сияқты. Мына құлпытаста бәрі көрсетілген ғой. Енді мынаны жақын арада мынандай белгі қойып кеткен екен. Ол Кенбай баласы Шәңкі деп. Әрине бұл құлпытаста да Шәңкінің есімі бар. Шәңкінің есімі қапталында жазылған. Мына жерде Кенбай баласы Шәңкі деген. Шәңкі Кенбай баласы 73 жасында деген. Бұның енді бір қызығы, мына артына мынандай таңба салған. Таздың таңбасын салған ғой. О, таздан таңбасы. Бұл таңба неге салынған білмеймін. Енді мына Шәңкіге қатысты таңба шығар деген артынан ой келді. Ал енді мына жерде Сүйін Қараның өзінің есімдері жазылған. Бірақ енді ұрпақтары бар, басқа кейбір адамдар бұған келіспей жатыр ғой. Бұл емес деген сияқты. Бұл Шәңкінің құлпытасы деп. Қасбетінде кімнің? Сүйін Қараның ат жөн жазылған. Енді Адай руы, Мұңал тайпасы, Үргешбай баласы Сүйін Қара опат 81 жасында, желінген 86-ға келуі мүмкін, мына жерде кішкентай сынған болса. 80 жасында 1848 жылда ұлы көті бар қылдырды таңбасы. Бір стильде бәрі жазылған. Енді осы. Енді мынаны бұл жерде де енді бана айтқандай Шәңкінің жерленген жері бар. Дегенмен Сүйін Қараның бұл құлпытаста есім жазылған. Енді бұл жөнінде бана айтқандай бұған дейін ақпараттар салынды. Әлеуметтік желілерден тауып алуға болады. Енді қасына мынандай тастар екеп қойыпты. Айналасына қоршау салайын деп жатыр ма деген ой келіп тұр. Таудың тастары ғой. Жақында келіп бояған. Әрлеп жақында жасаған екен. Шөткілер жатыр.